Сәлем достар, мен бүгін өзімнің осы каналымда тәрбие, оның ішіндегі экологиялық мәдениет, экологиялық тәрбие туралы сөз қозғамақпын. Менің бүгінгі айтатын әңгімем ата-аналарға, бастауыш сынып мұғалімдеріне өте қажет болады деп ойлаймын. Енді экологиялық мәдениет, экологиялық тәрбиені мен неліктен таңдап алдым? Себебі мен көбінесе осы біздің демалыс орындарымызға, парктерге, өзен жағасына, көл жағасына демалуға барғанда, немесе түрлі бір қоғамдық орындарға барғанда, біздің қалаларымызда болсын, ауылдарымызда болсын, сондай шашылып жатқан лас жерлерді, қоқыстарды, жаңағы ағаштардың сынғанын, қираған, сынған әйнектерді, шыны, бутылкаларды көргенде мен ойлаймын, неге біз балаларды, адамдарды осы экологиялық мәдениетке шақырмасқа, неге тәрбиелемеске деп ойлаймын. Және өзім де сол бағытта үнемі жұмыс істеймін. Әр сабақта үнемі балаларға, бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан, осындай проблеманы балаларға айтып отырамын. Сонымен енді отбасындағы экологиялық тәрбие туралы айтатын болсақ, баланың көп уақыты отбасында өтеді. Біз экологиялық тәрбие деп әдейі атамасақ та, біз күнделікті өмірде өзіміз, ата-аналар, үлкендер, күнделікті бір белгілі бір іс-әрекет істейміз. Біздің сол іс-әрекетімізді балаларымызда көшіріп жасайды. Мысалы, біз күнделікті суды, газды үнемдеп пайдаланып жүрміз ба? Жаңағы бөлме өсімдіктерін, ауладағы гүлдерді күтіп баптап жүрміз ба? Тұрмыстық қоқыстарды тастаған кезде біз оларды арнайы сұрыптап жатырмыз ба? Міне, осындай біздің өзіміздің жасаған үлгі өнегемізді, біздің осындай іс-әрекетімізді көрген балалардың бойында да, мен бұл жерде кіші жастағы балаларды айтып отырмын, бастауыш сыныптың оқушыларын айтып отырмын, олардың бойында осы мәдениет біртіндеп қалыптаса бастайды. Бізден не көрсе, бала отбасында ата-анасынан не көрсе, бала дәл соны қайталайды. Сондықтан енді балаңды тәрбиелеу үшін алдымен өзіңді тәрбиеле дейді ғой. Біз осындай мәселелерге көңіл бөліп жүрсек. Және енді біздің ерте тарихымызға үңілетін болсақ, бізде халқымызда экология деген сөз айтылмаса да, бірнеше біздің қазақтың ырым тыйым сөздері бар. Мысалы, көкті жұлма, көк шыбықты сындырма, суды бекер төкпе, мал құсқа жаңағы қиянат жасама деген сияқты тыйым сөздер өте көп. Негізінде бізде осы қазақ айтады ғой, баласын бір-ақ ауыз тыйым сөзбен ғана тәрбиелеген деп. Енді қазір осы экологиялық мәдениет өте өзекті болып отыр, экологиялық тәрбие өте өзекті болып отыр, себебі біздің еліміздің табиғатын қорғауда да бірнеше осындай, яғни республикалық деңгейде бүкіл халықты алаңдататын үлкендей мынандай мәселелер, мынандай проблемалар бар. Мысалы, біздің қазір елімізде экологиялық талапты сақтамайтын кәсіпорындар көп. Өздерінің қалдықтарын, түрлі қалдықтарын суға төгіп жатқан, айналаға қоқыс қылып тастап жатқан. Жаңағы солардың қалдырған, ауада қалдырған, су көздеріне ластаған қалдықтары үшін олар ешқандай да жауапкершілікті сезінбейді. Біздің елімізде бірнеше, одан басқа да жаңағы полигондар бар, Байқоңыр, жаңағы не бар, космодромымыз бар. Осылардың әсерінен сол жердегі болған түрлі жаңағы газдарды, улы заттарды пайдаланған арқасында біздің ауаға түрлі заттар тарап жатыр да, ол бізге қышқылды жаңбыр болып жауып, адамдарға, денсаулығына ғана емес, өсімдіктерге де зиян тигізіп отыр. Енді осы жерде біз айта кетуіміз керек, үлкен проблеманы шешу үшін біз алдымен өзіміздің кішкентай отбасындағы күнделікті кездесетін проблемаларды шешіп үйренуіміз керек. Енді бізде отбасында көбінесе бір бала емес, мысалы
бірнеше бала болады, кейбір отбасыларында. Сол кезде мысалы осы бірнеше баламызға осындай кішкентай кезінен түрлі проблемаларды айтып, олармен табиғатты қорғау, экологиялық мәдениет туралы сөйлесіп отырсақ, болашақта біздің балаларымыз өте мәдениетті, айнала қоршаған ортаға қорғауға жауапкершілікпен қарайтын жақсы азаматтар болып өседі деп ойлаймыз. Енді мысалы отбасында қандай экологиялық мәдениетті қалыптастыруға қандай іс-шаралар, қандай жұмыстар жүргізуге болады деген соған келетін болсақ, мысалы үй маңындағы бізде бақша ағаштары бар, жеміс ағаштары, алма, өрет деген сияқты, соның өзін күтіп баптау, көктемде түбін ақтеу деген сияқты. Осының өзінің баламен бірге жүргізіп, баламен бірге жасап отырсаңыз, баланың табиғатқа деген жауапкершілігі, табиғатты қорғауға деген жақсы тәрбие береді екенсіз. Сонымен қатар есік алдындағы гүл баптап өсіру, оған күнделікті су құю жұмыстарына үйретсеңіз, бұл жұмысты тек қана өзіңіз емес, жаңағы балаларыңызға тапсырып, арнайы тапсырма беріп қойсаңыз, балалар табиғатпен тығыз қарым-қатынаста өседі екен. Бұл жерде тағы да бір айта кететінім, сіз балаларға экологиялық тәрбие беріп қоймай, жаңағы жаратылыстану бағытындағы да білім бере алады екенбіз. Мысалы, кіші жастағы балалар, кіші мектеп жасындағы балаларға өсімдіктің өзінен көрсетуге болады. Мынау тамыры, мынау сабағы, мынау жаңа жапырағы, гүлі деген сияқты балаға кәдімгі білімде береді екенсіз. Енді байқап отырсаңыздар, осындай қарапайым жұмыстың өзі ата-ана бір жағынан баласын еңбекке баулайды, бір жағынан білім береді, және бір жағынан баланың бойында экологиялық мәдениеттің алғашқы әліппесін қалыптастырады екен. Енді біз кішкентайымыздан баламыз үйіміздің айналасын гүлмен, әсем гүлмен көмкеріп өсірсек, жаңағы гүлдерге күтіп, баптап өсірсек, сонда баланың бойында бір жағынан тағы бір төртінші жағы туындайды. Бұның бала сұлулыққа, әсемдікке құштар болып өседі екен. Оның эстетикалық талғамы оянады екен. Бұл жұмысты енді мектептерде де, балабақшаларда да жүргізіледі. Әрине, әрбір білім беру ұйымдары балаларға экологиялық тәрбие беру бойынша арнайы мақсат, міндеттерін қойып, оның іс-шараларын белгілеп, бір оқу жылына арнайы жоспармен бекітіп, солай жүргізіп отырады. Бірақ енді осындай мен жаңағы айтып өткен жұмыстар үнемі үйде, үнемі жүргізіліп отырса, біз балаларға өте жақсы тәрбие берер едік. Енді мысалы басқа әлемдегі басқа елдердің тәжірибесіне сүйенетін болсақ, мен бір жерден оқыдым. Мысалы Венгрия деген мемлекетте, Венгрияда әрбір адам гүл өсіруі керек деген заң белгіленген екен. Бұл елде, Венгрияда, мысалы әрбір адам ол гүл маманы екен. Ауланы, көшені, жаңағы бәрін гүлмен көгалдандырып отыруға міндетті болып табылады деп заңға енгізілген екен. Егер тағы да бір мемлекетті алып көрейік, мысалы Филиппин деген мемлекет бар екен. Егер ол жерде дейді, әрбір азамат жылына 6 ағаш егу керек екен. Бұл елдің де өзінше осындай бір табиғатты қорғауға, экологиялық тәрбие беруге осындай бір өздерінше заң шығарып қойған екен. Енді мен ойлаймын, қазақ халқы дана халық, біздің салт дәстүріміз, тереңде жатқан тәрбие туралы түрлі даналық сөздеріміз, шешендеріміздің, атақты тұлғаларымыздың айтқан сөздеріне қарасақ, біздің де халқымызда экологиялық тәрбиеге, экологиялық мәдениетке бағытталған түрлі көптеген ақпарат мәліметтер табуға болады. Оны оқып, әрбір ата-ана өз бала тәрбиесінде қолданып отырса, жақсы болар еді.